пичинг кезінде көбісі орыс тілді сценаристерді қабылдайды және солардың жұмыстары өтеді. Бұл өкінішке орай жаңағындай қазақтың өзінің ұлттық өнерін дәріптейтін идеологиядан тыс фильмдердің шығуына әкеліп соғады. Шетелдің экшн, фантастика сынды жанрлары қазақта неге аз? Себебі бірінші кино идеологиялық құрал болса, екіншіден ол бизнес. Көп киносыншылар көрерменді талғам жоқ ондай фильм көрмейді, олар авторлық фильм түсірмейді деген сияқты көрерменге сын айтып отырады да. Көрерменді үйрету керек шығар сондай дүниеге, туындап жатқан дүние. Пессимистік Қазақта ондай технология бар ма? Өкінішке орай жоқ. Тіпті Ресейдің өзінде де әреңдеп жалға алып отыр да. Бірақ қазақи вариантта түсірсеңіз, олар опасность біздегі менталитетке сай келмейді. Мына өтірік қой деген сияқты. Кино идеологиялық құрал. Бұл тек өнердің бір бөлігі ғана емес, сонымен қатар табыстың көзі, бизнестің көзі, сондай-ақ тәрбие құралы. Қазақ киносы кеше қандай болды? Бүгін қандай? Түрлі жанрлық саналуандылық, шетелдің экшн, фантастика сынды жанрлары қазақта неге аз? Қазақ кино сценаристері комедиядан әрі аса алмай жүр ме? Көпті осы сұрақтар өте толғандырады, бізді де толғандырып жатқан мәселелер аз емес. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл «Біз жанбасақ» бағдарламасы. Бүгін осы сауалдарға нақтырақ жауап алу үшін біздің студиямызға танымал, талантты кино теледраматург Жантас Еркін келіп отыр. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Олай болса, әңгімеміздің бірден әлқиқсасына көшсек, жалпы баршаға түсінікті болу үшін ең бірінші қазақ киносы дегеніміз не, жалпы соны ежіктеп түсіндіріп өтсек. Оған бір-екі ауыз сөзбен анықтама бере салу өте қиын. Себебі қазақ киносы деп айтуымыз үшін жалпы ол бірінші кезектен жаңағы өндіріс қазақ болу керек, оны өндіріп жатқан түсірілім тобы дейміз ғой, ол қазақ болу керек. Соның басы-қасында жүрген жасаушы, киноны жасаушы адамдар қазақ болу керек. Одан бөлек ең басты критерия ол фильм қазақ жайлында болу керек. Қазақтың тақырып қазақ болу керек. Сол кезде ғана біз оны қазақ киносы деп атай аламыз. Көбісі жаңа қазақтың киносы сол Амангелдіден басталады деп есептейді. 1938 жылы түсірілген. Ол жақта көп жасаушылар қазақ болды жаңағы ең алғаш. Бірақ біз оны ең алғашқы қазақ кино сценарий деп атай аламыз. Бірақ ол қазақтың киносы критериясына кірмейді, себебі ол тікелей орыс советтік режиссерлармен түсірілген фильм еді. Жаңағы арнайы кеңес үкіметінен тапсырма беріліп, революция туралы фильм түсіріңдер деп осында келіп арнайы командамен сол идеологияны тарату мақсатында түсірілген еді. Бірақ енді қарайықшы, осы Амангелді болсын, одан кейін сәл бертін келе түсірілген жаңағы Қыз жібегіміз бар, одан Менің атым Қожа бар. Осы фильмдердің барлығында енді былай қарайтын болсақ, сол советтік кезеңнің тапсырмалары бар да, бірақ сонда да бұл киноларда қазіргі түсіріп жатқан фильмдерге қарағанда қазақтың жаны көбірек көрінетін сияқты. Қазақтың ең алғашқы өзінің фильмі деп, ол соғыстан кейінгі 1954 жылғы Абай әндері деген фильм. Оған жаңағы Мұхтар Әуезов өзіміздің ұлы жазушымыз сценарийлігін жазды. Және ондағы ең басты тақырып та қазақтың мәдениетін, қазақтың өнерін дәріптеу мақсатында түсірілген фильм. Ал Амангелдімен екеуін идеялық тұрғыдан салыстырсаңыз, олай айта алмайды. Енді қарайықшы, бірақ Абай әндері деген фильмді қазіргі қоғам, жалпы қазақ қоғамы біле ме? Ондай фильмнің бар екенін? Әрине білмейді, оны көбісі қазіргі қоғам оны енді бұл енді үлкен... Бұл сонда аудиторияға жетпей қалды ма әлде қалай? Классикалық фильмдер ғой. Классикалық фильмдер архивтегі енді оның сапасы да әртүрлі, техникалық ақаулары бар, сондықтан адамдар оны көріп нетпеді, ол түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, енді біз тарихқа шамалы тоқталып кеттік қой, бірақ енді тарихтан қарағанда біздің болашағымыз қазіргі кезең маңыздырақ деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі фильмдерге тоқталсақ, қазір соңғы уақытта түсіріліп жатқан кинолар болсын, әсіресе енді қазіргі уақытта көбінесе YouTube проекттер көбейіп жатыр ғой, веб-сериал деп жатамыз, веб-фильмдер деп жатамыз. Сол жерде жалпы күнделікті шынайылықты беру үшін сленгтер, түрлі былапыт сөздерді қолданылып жатады. Бұл қаншалықты әсер етеді киноның дамуына, не болмаса тоқырауына? Жаңа жалпы қазіргі кезде киноны әркім әртүрлі мақсатты түсінеді, оны бірден түсініп алғанымыз дұрыс. Себебі бірінші кино идеологиялық құрал болса, екіншіден ол бизнес, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Үшіншіден ол жай ғана біреу үшін хобби болуы мүмкін. Сол тұрғыдан алған кезде сіз айтып отқан былапыт сөздер Қазақстанда көбісі бизнесті, коммерциялық фильмдерде көп қолданылады. Оғанда қой деп айта алмайсыз, себебі олар киноға көрермен тартып жатыр, ақша жасап жатыр, былайша айтқан кезде.
әлі театрларымыздың бос қалмауына, болмаса жаңағы әртүрлі қазір заманауи платформаларда қаралым жинап, көрермен назарын киноға аударту мақсатында көптеген еңбек сіңіріп жатыр. Біздің енді қазір бюджет авторлық фильмдер деп бөлініп жатады ғой енді. Авторлық фильмдер қазір көрерменге жетіп жатыр ма? Және оларға сұраныс бар ма көрермен тарапынан? Мысалы үшін кинотеатрға баратын болсақ, көбінесе бюджеттік фильмдерден басқа ешқандай фильмдер көрмей жүрміз. Бұл қай заманда да сондай болған кино тарихынан. Сонау француз жаңа толқын кезінде де, ол Америкада да, барлық жерде де. Бірақ адамдар жалпы өзінің көңіл көтергенді жақсы көреді ғой, ол міндетті түрде. Өнердің қай саласында болмасын. Сондықтан коммерциялық фильмнің алға шығуы және адамдардың талабына сай жұмыс жасауы ол әр ғасырда да бар. Ал авторлық фильмдер, киноны өнер, философиялық деңгейге көтерілген фильмдер ол біріншіден түсініксіз болуы мүмкін жалпы халыққа. Екіншіден, ол өте баяу болуы мүмкін. Жаңа ішкі темпоритм дейміз ғой фильмнің, өйткені ол режиссердің болмаса сценаристің жеке көзқарасы болып келіп кетеді. Ал біреудің көзқарасы жалпы оңай қоюы өте қиын. Көп киносыншылар көрерменді талғам жоқ, ондай фильм көрмейді, олар авторлық фильм түсірмейді деген сияқты көрерменге сын айтып отырады. Мен олай айта алмайтын, керісінше бар. Ең бастысы киноға қызығушылық бар. Мүмкін көрерменді үйрету керек шығар сондай дүниеге. Өйткені бізде қазір ұсыныстың барлығы тек бюджеттік фильмдер, комедиялық жанр болғаннан кейін көрерменнің бойы да, оның талғамы да соған сай қалыптасып жатқан сияқты бір жағынан. Қараңызшы, оған былай нақты көрерменнің талғамын жоғары деңгейден бірден көтеру деген нәрсе мүмкін емес. Ол уақытпен, экспериментпен және ақырын сонымен келеді. Тіпті жаңағы өзіңіз айтып жүрген коммерциялық фильм түсіріп жүрген жігіттер де арасында, фильмдердің арасында детальдар шығады. Көрерменнің жаңағы санасын өсіру мақсатында сондай бір өнерлі деңгейге көтеруде. Олар байқап жатыр ма деген сияқты. Ол міндетті түрде сіз байқамаса да ол подсознательно әсер етеді бәрібір. Сіз атақты Чаплинді білесіз, Америка киноиндустриясының үлкен жасаған, ол да коммерциялық фильммен келген. Былайша айтқанда күлдірумен, көңіл көтерумен ешқандай ойсыз фильмдермен келгенде, бірақ қалай көрерменді күлдіртіп отырып жылатып тастаған байқамай қалды. Көрермен түсінбей қалды, өзінің талғамы қалай өсіп кеткендігін Чаплинмен. Жақсы, ол түсінікті. Енді мынадай дүниеге тоқталсақ, жаңағы сөзіміздің басында да айтып кеттік. Жақсы, бюджеттік фильм деген ол тек комедия емес қой, түрлі жанрлар бар, экшн бар, триллер, тағы да басқа фантастика, ужастик деген сияқты қорқынышты фильмдер. Енді біз қарайтын болсақ, біздің аудиторияда болсын, біздің жаңа киноның жаңағы басқасында жүргендер, ондай фильмдер бізде жоқ қой. Жоқтың қасы. Енді жоқтың қасы емес, жоқ деп айтуға болады. Бізде қазақта міне фантастикалық мынандай фильм бар деп айта алмайтын мен. Ол не себепті туындап жатқан дүние? Пессимистік жоқ деп айтуға ауызды қуып шөппен сүртуге болмайды. Бірен сарандап шығып жатыр. Бірақ именно сол жаңа триллер, фантастика жанрына келетін болсақ, триллер дегеніміз мынау Америкадан келген жанр ғой бізге. Америкаға көркем әдебиеттен, художественный литературадан барған жанр. Оның негізгі сүйті, мәні дейміз ғой, ол эмоцияны арттыру мақсатында жасалатын сондай бір жанр негізі. Ал эмоция сіз кинода қалай жасалатынын білесіз, егер өздеріңіз достарда алынып жүрсіздер, ол визуалды эффектілермен, графикалармен, ол звуковой режиссурамен жасалатын нәрсе дүние. Сондықтан Қазақстанда бұл жағынан техникалық ақсап тұрған жайы бар. Ол сонау жаңағы Питер Джексон сияқты әлемнің атақты Голливудтың үлкен режиссерлары өзінің жеке визуалды студиясы бар жаңа Зеландияда. Жақында ғана шыққан Аватар фильмі тікелей соның жетістігі болып есептелінеді. Қазақта ондай технология бар ма? Өкінішке орай жоқ. Тіпті Ресейдің өзінде де әреңдеп жалға алып отырды. Сондықтан именно осы фантастика жанрына және триллер жанрына қатысты біздің жақсы өнімдер шығара алмауымыз біріншіден осы техникалық себептен көруге болады. Екіншіден, көрермен оған дайын емес. Көрермен Американың түсіріп берген триллерін көруге дайында, оған үйреніп қалды да, Американың сол пропагандасына былайша айтқанда. Бірақ қазақи вариантта түсірсеңіз, олар деп басын біздегі менталитетке сай келмейді. Мына өтірік қой деген сияқты. Өткенде Сәлем Сошыл мысалымыстан деген сондай хоррор жанрында фильм түсіріп шығарды. Қабылдай алмайды. Мына өтірік қой деген сияқты. Яғни ол сол ұлттың әдебиеті арқылы ақырын сіңірілетін уақытпен трейлер жанры Америка халқына ұзақ уақыт бойы сіңген жанр ғой. Ақырын келді. Басында да олар қабылдамады деген сияқты. Сондықтан да біз Америкадан жанр көшірмей, керісінше өзіміздің іштен жанр тудыруға тырысуымыз керек та. Бірақ көп режиссер мен жазушылар, өнер жасаушы адамдар осыны түсе алмай жүр. Негізі киноға, қазақ киносына, яғни модерн дейміз, қазақ киносына көзқарас ол жаңағы сырттан келетін сияқты болып көрінеді маған. Сырттан жастар, жаңағы өзі оқып үйренген жастар қазіргі. Солар дұрыс өзгерте алады дейсіз. Солар үлкен әсер әкелетін сияқты болып көрінеді алдағы уақытта. Өйткені 90 жылдардағы мынау авторлық фильмге келген Серік Апрымов сияқты, оның алдындағы Дәрежан Өмірбай сияқты үлкен қазақтың жаңағы авторлық фильмінің корольдары дейміз ғой. Сол кісілердің де киноға келуі бір қатты қаржымен келген жоқ та.
өздері ең алғаш түсіріп бастап, өздері достарымен бірігіп түсіріп деген сияқты солай әкелді. Сондай үлкен сырттан бір толқын болатын сияқты. Енді мына питчинг мәселесіне тоқталып өтейікші шамалы. Өйткені біраз жерден көріп жатырмыз. Жаңағы Мұрат Есжандардың өзі, Айсәуле апайларымыздың өзі айтып жатады. Қазақ фильмге жалпы монополист компания тек жылда қазақ фильмге бөле береді. Одан да жаңағы мен жасаймын, мен істеймін деген сияқты дүниелерге адамдар, компаниялар шетте қалып қойып жатады дейді. Осыған тоқталып өтсек, не себепті монополист компанияға айналып кетті? Не себепті қаржының бәрі тек оларға бөлініп жатыр? Басым бөлігі бәрі деп айтпай қояйық. Басым бөлігі солай бөлініп жатқандығы туралы. Қалай айтсам болады? Мемлекеттің цензурасындағы нәрсе да, ашық айтқан кезде. Оны жаңағы авторлық жеке өздерін түсіре берсе әркім, онда мемлекетте идеология қалмайды ғой. Сондықтан бұл жаңа ғана айтып өттік, кино ол идеология құралы деп, тікелей идеологияға қатысты әңгіме негізі. Жақсы, онда бұл жерден келесі бір сұрақ туындайды. Соңғы уақытта қарап жүретін болсақ, жаңағы Ахмет ұлт ұстазы, Міржақып Оян қазақ, одан қалды, одан сәл ертеректе жаңағы қазақ хандығы фильмдер шығып жатыр. Тарихи фильмдер біздің жалпы болмысымызды, сол кездегі өткен жолдарымызды көрерменге бере алып жатыр ма? Бірақ байқайтын болсақ, киносыншылар болсын, басқалардан болсын, өте көп сын айтылып жатыр да ол фильмдерге. Сол Абай жолы, Ахмет ұлт ұстазы, сосын Міржақып, Дулаттың авторлары бір. Үш фильмнің даму концепциясына қарасаңыз, үлкен прогресс бар. Абайдан бастап, соңғы Міржақыпқа дейін келетін болсаңыз. Міржақып өте көп жақсы пікірлер. Фильмнің өзінің детальдарында режиссерлық жұмысына қарасаңыз да жақсы үлкен табысты дүниелер бар. Жаңағы Альфред Хичкоктың саспенсін қосып жіберген, Міржақыптың жаңағы аштық кезінде 4-ші сериясында мысалы байқасаңыз, оянып қайта-қайта түс көріп жүрген сондай бір осылай ақырын ұлттың санасына кіреді, мұндай детальдар бірден әкеле алмайсыз, оны үлкен прогресс бар екендігін айтуға болады. Бірақ еске алсақ, осыдан 5 жылдай бұрын қазақ халқы осы жаңағы оны әкеле алатынға сенбегенді, бірақ уақытпен ақырындап келіп жатыр да. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы бір 5-10 жылдықта бұдан да жақсы прогресске жетуге болады. Жақсы, ал енді ақыры енді қазақтың фильмі жайында, отандық кино туындылар жайында сөз қозғап жатырмыз, бірақ енді өзіңіз қазір тікелей жұмыс істеп жатқан анимацияға тоқталып өтейікші. Бізде анимациялық фильмдердің пайда болуы, жалпы анимациялық кинолардың балаларға, үлкен буын өкілдеріне болсын ұсыналатын дүниелеріміз көбейіп жатыр ма? Анимацияда тікелей, ол да қаржы мәселесіне келіп тірелетін өнер, киноның бір саласы. Былайша айтқанда, бізде 3D деген анимацияны жасау үшін айту керек, үлкен жаңағы құрылғылар керек, және мамандар керек міндетті түрде оны жасау үшін. Ол үшін міндетті түрде қаржы бөліну керек. Қаржыға қатысты проблема бір болса, маманға қатысты проблема 2. Бізде маман да аз ол бағытта. Маман да аз, өте маман да аз. Көп мамандар жақсы жұмыс істеп келе жатады да, сосын Ресейге болмаса Америкаға жаңағы ұсыныс бойынша жақсы ұсыныс кетіп қалады. Иә, сондай дүниелер бар. Жапонияның өзіне кетеді, Қытайдан анимация жұмыс жасайды деген сияқты. Өйткені ол аниманың дамып тұрған үлкен мемлекеті, керісінше біздікілер көп сол жақтан сабақ алды деген сияқты. Сондай дүние. Сондықтан ұлттық өнерге қамқор болу үшін ұлтын сүю керек шығар, міндетті түрде ол жағы бар. Бірақ енді қарайықшы, мысалы үшін ютубты қосып қойсақ та, телевизорды қосып қойсақ та, жаңағы Маша мен Медведь, одан кейін жаңағы Синий трактор деген сияқты дүниелер өте балалардың кәдімгідей психологиясына әсер ете ме, түсінбеймін. Өйткені қашан қарасаң тек соларды көріп отырды да. Бізде сондай туындыларды ұсыналатын сонда мүмкіндік жоқ па? Олардың бір керемет анимациясына қатты көп технологиялық не қажет деп ойламаймын мен. Каналға жасалатын дүние ол жаңа айтып отырмын, цензурамен тағысын тағылар. Мысалы, жай ғана қарапайым отты көрсетпеу мысалы ше, ол қауіпті деген сияқты. Цензура қиып тастайды. Не болмаса сол сияқты бір қауіпті заттарға қатысты дүниелерді ол міндетті түрде қиылады жаңағы сценарий барысы кезінде, анимациясы барысы кезінде деген сияқты. Сол үшін көбісі YouTube платформасына көшіп жатыр. Бірақ көрсетуге болады. Қазіргі таңда да соңғы бір 5 жылда мемлекетіміз жеке сондай YouTube бойынша жобамен айналысқысы келетін, бизнеспен айналысқысы келетін жастарға көптеген ақшалар бөліп жатыр. Қайтарымсыз грант деп жатамыз. Одан бөлек жаңағы нелері деп жатырмыз. Сол арнайы жобаларға қатысты
концепциясын өткізсе, пешікте өткізіп, сол бойынша байқаулар жариялап жатыр. Әмен Тұяқбаев атындағы бір анимациялық фестиваль болды мысалы. Жыл сайын жалғасып келе жатыр деген сияқты. Негізі ол гранттарға берілетін суммасына көңіл толарлық па негізі? Бір жақсы дүние шығаруға жете ма? Жоқ, грантқа қатысы жоқ. Ол өте аз грантқа келетін болсақ, бірақ жаңағы жеке концепция ұсынып, сол жобаңызды қорғап, оны қайтарып алсаң несеңіз, жақсы дүние жасауға болады. Пешингті бәрі пешингқа байланысты, соған жазып, суммасын көрсетіп деген сияқты. Қанша командаңыз дайын болса, режиссеріңіз дайын болса, жасай алатын болсаңыз, онда жеке жаңа ТО дейміз, ТО болмаса ИП құрып өз атыңыздан студияңызды ұйымдастырып, командаңызды жасауға болады. Оған сізге мемлекет қой деп не қоймайды. Ал мемлекеттің өзінің несіндегі жобалар, телеканалдағы жобаларда олда сәл өзінің шаблондары бар. Яғни цензурадан өту керек, барлығын соған сай жасау керек деген сияқты не ғой? Тіпті сіз өзіңіз жаңағы соны жасап, өз жобаңызды ше, ютубқа салып, кейін ол танымал болып кетіп, қазақ арасында, әлем арасында болса, онда оны телеканалдар сатып ала алады. Басқа мемлекеттің телеканалдары да сатып ала алады, білесіз бе? Біз Маша Медведевті сатып алып отырмыз ғой, мысалы, авторлық құқығын қазақша аударып, кезінде анау атақты Наруто деген анимені сатып алдық аудару үшін деген сияқты. Тура солай сатып ала алады да, егер бәсекелестік тудыра алсаңыз. Оның бәрі негізі мемлекет тапсырыс емес, жаңа Наруто болсын, Маша Медведев, мемлекеттік жаңағы басқа нелер көбісі сол YouTube платформасына жасалған жобалар, кейін ол каналдарға шықты, бәрі сатып алып кетті, әлем бойынша сондай. Жақсы түсінікті. Енді мына бір дүниеге тоқталып кетейікші, мысалы үшін жаңағы соңғы бір 5-6 жылда қарайтын болсақ, өте көп фильм, ай сайын фильм, жаңа фильм туындылар, кино туындылар шығып жатыр ғой, бірақ бәрі көбінесе жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, детальмен өсіп жатыр, тіпті комедияның өзінің арасында жаңа жылататын, адамның санасын өсіретін тұстары бар деп жатырсыз, бірақ бәрібір жаңағы аудиторияны көріп жүрміз ғой, енді өзіміз барамыз, кинотеатрларға барамыз, басқа жаққа барамыз, барған кезде де көрерменнің жаңағы басым бөлігі мынау қызық емес, мынаны көрейікші деген дүниенің барлығы астында, сол дүниелердің астында мемлекеттік саяси бір идеология бар деп ойламайсыз ба? Мысалы үшін қазір енді неше түрлі мәселелер бар, проблемалар бар, содан шамалы халықты кішкене алаңдатайық деген сияқты дүниелер. Әлі күнге дейін идеологиялық құрал ретінде жұмыс жасап келе жатқандығы жасырын емес. Қазақстанда да идеологиялық фильмдер бар. Мемлекеттің тікелей тапсырысымен түсірілетін, болмаса жеке авторлардың өзі түсіретін нелер бар, болмаса сол идеологияны сынап түсіретін фильмдер де бар. Осы қаңтарға байланысты жақсы көркем фильмдер шығып жатыр өткен оқиғаларға. Оның алдындағы саяси жағдайларға байланысты жеке авторлардың өзінің позициялық фильмдері жақсы белең алып жатырды. Бірақ олардың просмотрдан келсе қаншалықты енді білмеймін. Көбісі халықтың талғамына байланысты, ол ұнатуы мүмкін, ұнатпауы мүмкін, я дұрыс деп қолпашта кетуі мүмкін деген сияқты. Енді сәл сөзімізді қорытындайық, өйткені біраз сын, не жетіспейді, не жетседі, қазір ненің орнын толтырып жатырмыз деген сияқты дүниелерге шамалы тоқталдық қой. Қазір негізі отандық фильм болсын, қазақ фильмінің ең бір кемшін тұсы, бір мынаны дұрыстасақ екен, осы дұрысталса бәрі реттеліп кетеді деген дейтін қандай дүниелер бар? Қазақ сценаристер тәрбиелеу керек жетіспейді. Қазақ тілді сценаристер именно. Жаңағы қазақ фильм дейміз ғой, нөмір бірінші Қазақстандағы үлкен кино жасаушы өндіріс орталығы. Пичинг кезінде көбісі орыс тілді сценаристерді қабылдайды және солардың жұмыстары өтеді. Бұл өкінішке орай жаңағындай қазақтың өзінің ұлттық өнерін дәріптейтін идеологиядан тыс фильмдердің шығуына әкеліп соғады. Сөйтіп қазақ көрермендерінің жаңағы наразылығын тудыртады міндетті түрде. Қазақ идеологиясын дәріптеу үшін, оның өнерін, оның тәрбиесін алдыға шығару үшін қазақ сценаристері өте көп болу керек. Тіпті Сәлем Пичингте де қазақша орысша не сценарий қабылдағанмен өткенде кейін естісек 90% орыс сценаристер қабылданған екен. Тіпті көп қазақша жазылған сценарийлер қабылданбаған, түсінілмеген де, оған талқылау жасалмаған деген сияқты дүниелер. Осындай үлкен олқылық бар. Бізде қазақ сценаристерін тәрбиелейтін екі орталық бар. Темірбек Жүргенов атындағы академиялық өнер университеті, ол жақта кинотеледраматургия деген мамандық бар. Және тура сондай мамандық осы Шабыт университетінде, ұлттық өнер университетінде бар. Бірақ өте аз. Негізі, жылда ары барса бір 3-4 адам түседі, сонда екі жақтан қарайтын болсақ, бір жылына 8-9 адам, максимум 10 адам оқып жатыр деген сөз да. Қазақша жазатын сценаристердің дені сол жаңа филологиядан, журналистикадан сөйтіп келеді, солардың алады негізі. Сценарист керек болып қалды, қазақша десе бітті. Ой, келе сал деген сияқты сонда бізде олқылық бар да. Бізде нақты мектеп қалыптаспаған онда. Бірақ кино сценарий деген сол мүлдем бөлек нәрсе. Ол филология емес, ол жазушылық емес, көркем проза емес жаза салатын ше.
қазақтың майлы сұлу сылдыр сөздерімен жаза салатын ше. Ода жүйелік керек, онымен режиссермен жұмыс істеп отыруыңыз керек, оның өзінің концепциясы бар. Оны бірнеше рет алмастыруыңыз мүмкін, сіз мүлдем басқаша шығуы мүмкін деген сияқты. Голливудтың дамытқан киносценаристер, Голливуд еткен киносценаристер, Болливуд еткен киносценаристер, Оңтүстік Кореяға 6 Оскарды қатарынан алып берген киносценаристер. Осы жерде қарайықшы, енді мысалы үшін жаңа Болливуд еткен киносценаристер, бірақ сол жақта сценарий болуға мектеп бұрыннан қалыптасты ма, әлде олардың пропагандасы керемет жүргізіле ма, не ерекшелігі бар? Бұрыннан олар бірінші кезектен қалай кино жасап бастады, кино әлемін келді, олар бірінші сценаристерге ден қойған. Жазушылардың бәрі сценарийге келген. Бәрін сценаристке тартқан, жаңағы біз атақты білетін көптеген голливудтық фильмдер, бәрі Альфред Хичкоктың өзіне сұрақ қойған кезде айтады, жақсы фильм жасау үшін не керек деген кезде сценарий деп үш рет қайталап айтады да. Бұл нені білдіреді? Барлық режиссерлар сценарийдің маңызды екендігін мойындайды. Бізде де осы үрдіс жаңағы Бейімбеттерден, Ғабит Мүсіреповтерден бастап жақсы кезінде ВГИК деген үлкен мынау Ресейден оқытатын сценарий орталығы болды да, Қазақстанға көшіріліп келді. Мосфильм, Ленфильм келген кезде сөйтіп бір жақсы біздің жазушылардың барлығы солда тәрбиеленіп, кино сценарийді оқып, өзіміздің ұстазымыз Әкім Таразиде бар, сол кейін жаңағы Ғабит Мүсірепов сол кісіні арнайы Мәскеуге оқуға жібертеді. Ол кісі алғаш қазақ сценаристі болып есептелінеді, сол неге барып оқып келген Мәскеуге барып. Бірақ осы үрдіс соңғы уақыттары тоқтап жатыр, қазақша сценаристерді тәрбиелеу және өте аз жұмыс жасап жатыр. Енді қарайықшы, бұл мәселенің, проблеманың бар екенін бәріміз түсініп тұрмыз да, бәрі біледі. Неге оны жоюға тырыспаймыз сонда? Мемлекетке үлкен хаттар жазылу керек, осыған қатысты. Жаңағындай көп мамандық қалу үшін тағы көптеген гранттар бөліну керек. Шешімдері осы. Және осындай қазақ тілді сценаристерге көп жаңа пичингтерде жеңілдіктер дейміз ба, сондай баса арнайы не бөліну керек. Мүмкіндіктер жасалу керек, оны қарау үшін, оның фильмдерін түсіру үшін деген сияқты арнайы сондай нелер жасалу керек. Жақсы, онда ең соңғы сұрақ. Кино теледраматург ретінде қазақ киносын алдағы бір 5-10 жылда қалай елестетесіз? Қазақ киносын 5-10 жылда бір метамодерн дейді ғой қазіргі. Метамодерн бағытында елестетемін. Өйткені шынымен де сырттан өзінің жақсы фильм түсіретінін көрсететін жастар келіп жатыр. Сырттан бір жақсы толқын, сырттан бір әсерлер болып жатыр. Ол қазірден де байқалады деген сияқты. Сондай авторлық фильмнің дәуірі жүреді. Міндетті түрде алдыға шығады авторлық фильмдер. Өйткені адамдар қазірден бастап коммерциялық фильмдерден жалға бастады. Өйткені тікелей мобильді ғасырдың интернеттің келуі де адамдардың кино туралы пікірінің өзгеруіне тікелей әсер етті. Жақсы, рахмет. Келіп өзіңіздің ойыңызбен, тұшымды пікірлеріңізбен бөліскеніңіз үшін. Отандық фильмдердің ғұмыры ұзақ болу үшін күнде айтылып жүрген олқылықтардың орны толуы керек. Қазіргі киноға жан ашайтын жанашыр жандардың барлығының тілегі осы. Осымен бүгінгі біз жамбасақтың бүгінгі саны тәмам. Амандықта жүздесейік.